Қайырлы кеш әріптестер. Бүгін біз сіздермен БЖБ және ТЖБ-ны қалай құруға болатынын көретін боламыз. Яғни ол үшін біз Google Chrome'ға кіреміз. Кіргеннен кейін поискке жазамыз google.com немесе ru. Кіргеннен кейін мына жерде сіздің аккаунтыңыз тұрады және мынау Google-дың қолданбалары, приложениялары тұрады. Осыны басамыз. Басқаннан кейін мына драйв немесе диск деп тұрады сіздерде. Осыны басамыз. Так, басқаннан кейін енді біз осындай папкалар құру үшін жоғарыда создать деген батырманы басамыз. Сол жақта басқаннан кейін папку деген басамыз. Без названия деп тұр. Осы жерге атын жазамыз. Мысалы 8-ші А сынып. Немесе 8-ші сынып дейміз. 8-ші сыныптар. Так, мына жерде қазір 8-ші сыныптар деген папка пайда болады. Осыған 2 рет басып кіреміз ішіне. Кіргеннен кейін тағы да папка создавать етеміз. 8-ші А сыныбы. Келесі 8-ші В сыныбы тағы да создать етіп өздеріңіз жасасаңыз болады. Енді осы папкаға кіргеннен кейін біз тест құруымыз қажет. Тестті біз форма арқылы, Google форма арқылы құрамыз. Ол үшін мына создатьқа барып, еще дегенді басып, Google формы. Мына стрелканы басатын болсаңыз, создать пустую форму или использовать шаблон деген шығады. Сіздерге қазір көрсетейін. Использовать шаблонды басатын болсам. Яғни бұл жерде сізде шаблоны, яғни дайын түрі бар. Тестирование, время встречи, заказ работ, отзыв, оценка курса және тағы басқа. Бұл жерде тестирование деген давай. Тестированиені алдық. Бұл жерде почтасын сұрайды. Почтасын сұрап тұр, яғни адрес электронный почты. Бұл бізге қажет емес, сондықтан бұны жауып жасалған. Енді создать дейміз, қайтадан ораламыз. 8-ші А папкасына оралғаннан кейін Google форма деген басамыз. Басқаннан кейін жоғары жақта мен алдыңғыларда осылай жасаған. Осыдан көшіріп алсақ та болады. Көшіріп алып, мына жерге қоямыз. Описанияға жазамыз. Енді вопрос без заголовка дейді. Осы жерге бірінші сұрақты жазамыз. Немесе былай жазсақ болады. Оқушының аты жөнін сұрасақ. Осыны жазамыз. Оқушының аты жөні бұл жерге бізге вариант қажет емес. Ол үшін текст строка дегенді белгілейміз. Белгілеп болғаннан кейін обязательный вопрос дегенді басамыз. Енді келесі сұрақты қосу үшін плюс белгісін басамыз. Басқаннан кейін вопрос деп тұр. Вопросқа мына сұрақты алсақ болады. Келесі варианттарына. Осылай варианттарын қойып шығамыз. Енді біз қойып болғаннан кейін жоғарыда настройка бөліміне өтеміз. Өткеннен кейін общий деген бар. Общийні қараймыз. Сол жерде мынаған галочка қоймаймыз. Егер қоятын болсақ, онда тапсыратын адамымыз Google аккаунтына кіруге мәжбүр болады. Сол арқылы тапсырады. Сондықтан бұл қажет емес. Изменять ответы после отправки форм. Бұған да галочка қоюға болмайды, өйткені сіз жіберген оқушыларыңыз өзінің ответін дұрыстап алуы мүмкін бұған галочка қойсаңыз. Сондықтан галочка қоймаймыз. Келесі. Мына жерде
мынау бар, перемешать вопросы, яғни 4 сұрақ болса 1, 2, 3 деп цифрды қою қажет емес. Өйткені мынаған галочка қоятын болсаңыз, ол сұрақтарыңыз 4-ші сұрақ 1-ші сұраққа ауысып кетуі мүмкін, 3-ші сұрақ 2-ші сұраққа ауысып кетуі мүмкін. Осыған галочка қойсаңыз болады. Келесі текст подтверждение, ответ записан деп шығады, немесе жауабыңыз қабылданды деп өзіңіз жазсаңыздар болады. Келесі тесты бөліміне өтеміз. Мынаған тестыды қосамыз. Қосқаннан кейін показать оценку сразу после отправки формы. Бұған галочка тұрады. Келесі после ручной проверки, яғни бұл қажет емес. Егер бұған галочка қоятын болсаңыз, онда ол тапсыратын оқушы Google дискке кіруге мәжбүр болады. Келесі видно пользователю. Осы мына незачтенные ответы, бұған галочка қоюдың қажеті жоқ. Правильные ответы галочка қоюдың қажеті жоқ. Тек қана баллы за ответы да галочка тұрса болды. Яғни мыналарды қоятын болсаңыз, сіздің оқушыларыңыз қайсысы дұрыс екенін көріп алып, қайтадан барлығын дұрыс тапсыруы мүмкін. Сондықтан тек баллы за ответы дейсіз, сохранить дейсіз. Енді мына жерде төменде ответы деген пайда болды. Осыны басамыз. Басқаннан кейін дұрыс жауапты таңдаймыз. Сосын осы дұрыс жауапқа қанша балл бересіз? Мысалы 2 балл немесе 3 балл, өзіңіз білесіз, готово дейсіз. Келесі тағы да сұрақ қосамыз. Тағы да сұрақ қосамыз. Енді мынандай сәйкестендіруді қосамыз. Сұрағын алып алайын. Енді мына жерде 1 из списка деген басып, сетка Пашков дегенді басайық. Строки деген мына қатар, столбцы мына қатар. Яғни мынаны қазір қойып алайық, қазір көресіздер. Енді варианттарына жазамыз. Мұны біз жазып шықса, енді ответы. Мына сұрақтың жауабы қайсысы болады? Сызықтық болуы мүмкін, немесе циклдік болуы мүмкін. Солай белгілеп шығамыз. Әр неге белгілеп шыққаннан кейін, мына сұраққа дұрыс жауап беретін болса, неше балл? 2 балл. Мына сұраққа жауап беретін болса, 2 балл. Мына сұраққа жауап беретін болса, 2 балл. Өзіңіз қоя бересіз балды. 0 балл болмау керек. 2 балл дұрыс жауап беретін болса, сөйтіп готово дегенді басасыз. Мына осылай тестіміз құрылды. Енді ары қарай өздеріңіз тағы да плюс добавить вопрос деп қоссаңыздар да болады. Және де тағы да айта кететін жайт, темасын, фонын өзгерту керек. Ол үшін мына настроить тему деген басасыздар. Басқаннан кейін выбрать изображение. Бұл тесттің оформлениесі болып саналады. Міне кез келген бір суретті таңдайық. Таңдағаннан кейін темасы, яғни темасын таңдаймыз. Сосын фонды таңдаймыз. Next'ті басамыз. Енді осыны біздің тестіміз қалай шыққанын көру үшін просмотр дегенді басамыз. Міне просмотр. Бізде мынау не қосылып кетті, адрес электронный почта. Бұл қажет емес. Так, настройкасынан собирать дегенге галочка қойып, біз бұл қажет емес, сохранить етеміз. Сол кезде мына кетті жаңағы.
Енді қайтадан байқап көрейік. Мына информатика 8-ші сынып, оқушының аты жөні Жасұлан Бадулла. Егер тестілеу нәтижесінде алған есептің шартына сәйкес келмесе, онда мынаны белгілейік. Отправить тик. Мына жауабыңыз қабылданды. Енді посмотреть баллы дегенді қараймыз. Мына 4-тен 8-і дұрыс деп тұр. Яғни бізде қайсысы қате, қайсысы дұрыс екені көрсетпей тұр. Тек мына арада ғана көрсетіп тұр, қалғандары қате. Дұрыс жауабы көрсетілмей тұр. Мына осылай тест құруға болады екен. Және мұғалім мына жақтан көре алады, ответы деген жерден. Ответы дегенді басқан кезде сводка вопрос отдельный пользователь деген бар. Яғни соңғысы оқушының аты жөні. Так, отдельный пользовательге барамыз. Барғаннан кейін мына тұрады. Оқушының аты жөні, кім тапсырғаны туралы тұрады. Сосын қайсысын белгілегендер бәрі тұрады. Осыны распечатать етіп алсаңыз да болады. Немесе скачать десеңіздер де болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.